Артайғанда мылжың боласын деп, жас кеткеннен кейін мылжың болып, келгеннен кейін ана ыдыс аяққа араласып жүрген болса, оны сен түзетпейсің, не істейсің енді, оны соны қою керек. Ең дұрыс сол. Жүрегім тас болып қатып қалды, қалай орнына келтірсем болады дейді. Бірінші себебін айтып білу керек, себебі неден басталды, соған қарай әрекет қой. Мысалы, оның жүрек жүбітудің 4 негізгі үстіні дейді, яғни несі бар, діңгегі. Сол 4 діңгектің 4-еуі әсер бермеуі мүмкін, нақты неден екенін білсе, соған қарай жекелей түсінікті айтқан жақсы болады. Ұстаз, менің 2 жыл алдын 6 күн қарызым бар еді, көтеріп босам ұстай алмай қалдым. Биыл тұту үшін сол 6 күнді құтылуым керек па? Жоқ, енді мойныңда тұра береді, бірақ осы оразаға дейін ұстасаң, молодец, жақсысың. Өйткені ертеңгі өмірде не боларын білмейді адам, сондықтан ерте қарызды берген жақсы. Мысалы, сіз былай деп түсініңіздер. Мысалы, сіз біреуге қарызсыз. Қарызды созып жүре берсең жақсы ма? Құдайға қарызбын деп есептеңіз, и адамға қарызбын деп есептеңіз. Адамға қарызсың, сен сол адамның көшесіне түскің келмейді. Мұны көріп қоймаса екен, бәле, көріп қоймаса екен, ақшаны бір айландырып алайын, бір ақшаны айландырып алайын деп бермейсің. Возможность бар, бірақ қашып жүрсің, бір күні кездесіп қалсаң не болды? Бейтіп бетін көре алмайсың. Сол сияқты дүниеде, ол адамға қарыз, а сен Аллаға қарызсың. Шағбан айында неше күн ораза ұстаймыз? Өзіңіз білесіз, неғұрлым 2 күн, 3 күн, 1 күн, 5 күн, 1 ай өзіңіз ықтияр. Нәпіл. Дәрігерлер баланы алдыртуын керек деп үлкен сұрақты алдырттым. Бірақ өзімді жазғыра берем, қалай сабырға келсем болады дейді. Намаз алып келеді сізді. Намаз алып келеді. Намазға тұрсаңыз, сол балаға да пайда бар, сізге де пайда бар. Ма хукму раф'ал ядайни фи ссала? Раф'a ядайни фил مذهب أبو حنيفة ليس صحيح. Глухонемой әкемді қалай исламға, имандылыққа шақыруға болады? Өте қатты қарсы намаз орамалға дейді. Алла ынсап берсін, дұға қылумен келтіресің. Дұға қылумен Алладан сіз сұраңыз, жүрегін жібітсін деп, кезіндегі ең мықты қазіргі абыз атап жүрген ұлы кісілердің бәрі дінге қарсы болған. Бірақ дұға қылды, Алланың рахымы түссе. Егер Алланың рахымы пешенесінде болса, қайтады, Алладан рахымы болмаса, сол бетте қалады жаным. Садақаның ақшасын студент ініме берсем бола ма? Әлде мұқтаж отбасыға бергенім дұрыс па? Ініңе бергенің жақсырақ. Бірақ студент інің сенің ақшасын алып, қыздарға кетқап жүрмесін. Егер оның оқуына қажетті болып жатса, оқуын төлеп бер, мүмкін киім алып берерсің, сол дұрсақ болады. Жолдасыма тосын сый болсын деп сыйлыққа, умраға жолдама алып едім, рассрочкаға дейді. Біріншіден, рассрочкаға алу дұрыс емес, бір. Екіншіден, күйеумен ақылдаспай олай істеген нәрсе қате, 2. Екінші қатең. Үшінші қате, күйеу дайын ба, дайын емес па, 3. 4-ші, еркектер тосын сыйды ұнатпайды, бұл 4. Сондықтан сенің күйеуіңе істеген подаркың, күйеуіңе алтын әйел болып бер. Аллаханыңа салатын жар болып бер. Содан туған балаларының жақсы ел азаматы, қазақтың азаматы, ұлттың азаматы, имани, мұсылман балаға тәрбие болып алып шығуына үлкен үлесіңді қоссаң, кез келген әйелдің күйеуіне бұдан артық сыйлығы болмайды. Оның үстінде тұрған шоқтық, сол балаларды әкесін сыйлайтындай қып тұрып, дәрежеге жетсең, тұр, әкең келе жатыр деп, ұл болсын, қыз болсын, әкенің орнын сіз көтеріп берсеңіз, еркектің қақ басы, төбесі космосқа жетеді қуанғаннан. Менің осындай әйелім бар деп. Ал енді бүгін умра сыйлап, ертесі күні умраларың шығып жатса не пайда? Екіншіден, үшіншіден ол барғаны ол түсінбесе, ол бармаса, бармайым десе, не істейсің? Ақшаңда күйетті кетеді, өзінде кетеді, не пайда? Атанаммен тұратын болдым. Қандай кеңес бересіз? Не істеп, не істемеу керек? Қалай ойлайсыз дейді. Ең бірінші күйеуіңе қара. Күйеуіңнің қас қабағына қара. Күйеуің сенің алақанына салғаныңды сезсе, күйеуі балада, атанада соған жығылады. Күйеуіңмен ортаң идеальный болсын. Идеальный дегенім алдау, арбау, өтіріктен аферистікке салу, алаяқтыққа салу емес, шынайы махаббатыңды көрсет. Іштегі жүрегіңдегі бар болмысыңды көрсет.
өтіріктен бетіне қарап түкіріп төркінге барып жамандап былай қарап мына жақтыкін алып мына жаққа салып мына жақты алып мына жаққа салып салатын болсаң ол жақсы нәрсе емес, ақырыда белгілі болып қалады. Ниетті қалай дұрыстауға болады? Менде шамалы іштарлық бар сияқты, қалай құтылсам болады? Хасад, яғни іштарлық, көре алмау. Көре алмаудың не нәрсеге болып жатқанын біліңіз. Егер адамның сұлулығын қызғансаңыз, сұлулыққа байланысты мәселені түсініңіз. Егер дүние үшін болса, дүниенің не екенін түсініңіз. Сонда ғана сізге дәріні, мынау диагнозды дұрыс қойғанда ғана дініміздің айтылған үкімі адамға әсер береді. Жалпы іштарлыққа не істеу керек десе, мынаны істеу керек. Мысалы, Фалақ сүресін оқу керек, сізге қазір Фалақ сүресі жәрдем бермейді, гарантия ол. Не істеу керек? Сол сияқты үкімдері бар. Мынаны істесең, білім ал, іліміңді көтер, Құдайдан қорық деген сияқты стандартный базовый нәрсені сізге айтсам, сізді оны мына жағыңыздан кіреді, мына жағыңыздан ағып шығып кетеді, ол пайда жоқ онан. Онан талай не естіп жатсыз. Әсер бермей жатыр. Неліктен? Өйткені сіздің диагнозыңыз дұрыс қою керек. Неден болып жатыр ол? Не нәрсеге қызғаныш бар? Наурыз мейрамы ораза айына сәйкес келіп отыр. Сол қалай болады? Наурыз мейрамы қалай өткізіледі? Күшті өткізіледі. Барасың, шапаныңды киеміз, камзолымызды киеміз, ахай деп тұрып, наурыз келді ағайын, Самарқандың көк тасы ерді деп айтамыз, тамақ ішпейміз, тамақ ішкен жерге барып деп иіскемейміз, сөйтіп қайтып келеміз, кешке ауыз ашамыз, сонымен наурыз өзі келген болады. Күнде бастылып жүр, құрбым қиналып жүр, ұйықтауға не істеу керек дейді. Мешітке барсын деп айтты. Енді ол жолдаманы не істейін, отказ болмайды дейді. Айтпес. Міне, ақылдасып істеген тон келте болмайды дейді қарындасым. Енді болар болды, білмеймін енді, көрерсің енді. Саламатсыз ба? Ашық түрде енем, анам жоқ деп айтады. Не істесем болады? Енді анаң жоғы жоқ шығар, енді қайтыс болған шығар. Иманды болсын деп қойыңыз, болды. Ол енді неге айтасың, неге мен шешемде нең бар деп жағаласып, ұрысып, әбей таппайсың. Мына аузыңның тәтті дәмін кетірмей алдың, ме? Қайтесің оны? Ол кісімен салғыласқан адам жақсылық қалып келмейді. Мына қазір коучтар тыңдап алып, сен міндетті емессің, сен бұндай емессің дегенді қойыңыздар. Керек емес. Үлкен кісімен салғыласатын біз емес. Одан әбир де таппайсыз. Сол кісінің енеңнің баласымен өмір сүріп жатсың. Сонымен жатып, сонымен тұрып жатсың. Ол бәрібір анасына әсер береді. Баласына ертең сен балаңа саған қарсы сөз айтса, баласы сені сабап қояды, жаным. Сондықтан ондайға жіберме. Өзіңнің неңді төмен баса сал, сол болады. Класстастарым мені шошқа деп мазақтайды. Не істесем болады? Өзін мазақтайды. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Сабақ оқысаң, ертең бәрі саған жалынады. Сабағың жақсы оқы, жаным. Аға, Құран оқыған видеоларды қайдан табамыз сіздің, дейді. Мен Құран оқыған видеоларым бол көрі, интернетте жүр ғой. 2 айлық баланың басына айы бар, не істеу керек, дейді. Жақсылап тәрбиелеп, аяттарын жаттатқызып қоясыз. Келіңіз. Қандай мәселе? Тыңдап тұрмын. Тыңдап тұрмын, слушай вас. Өткенде келіп қап күннен кейін. Балаға ма? Тіліне ма? Тарттың ба мен тілін өткенде? Қалай одан кейін? Өзгеріс бар ма? Онда жақсы. Өте жақсы, басқаға қарай бұрылып. Жақсы. Тыңдамайды. Шын керек қой енді. Әкелдір. Кішкене уақыт. Сіздің бауырыңыз бұлар. Ассаламу алейкум. Атығым еді? Атығым? Бәке, әкел. Әкелдір. Ассаламу алейкум. Қолда кел. Алейкум салам. Докторлар аутизм қойған жоқ қой? Не бар где-то. Стай тұр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Доктор. Üstümüzden. Жақсы болады, тоқтат. Аш. Bismillahirrahmanirrahim.
Болды. Болды. Ертең тағы алып келіңіздер. Мен бір не дайындап беремін. Ертең алып келе ала ма ертең? Келе аласыз ба? Болды, жақсы болады. Аха. Болды, алып шығарыңыз, аха. Жоқ, айтылады, кішкене кешегіден кейін өзгеріс болса, онда жақсы. Сөйлеп кетеді. Бізде байқамаппыз, бізде жұмыс басылықпен бәріміз жүреміз, үйде қалып қойды жаңағы. Сонымен. Болды, өзгеріс. Болды, ертең алып келіңіздер, ертең тағы бір манипуляциясы бар, соны жасаймыз, соны болды. Жақсы? Жақсы. Бастай беріңіздер. Өте жақсы болды. Өте жақсы болды. Жақсы. Ана, жақсы. Келе беріңіздер, ертерек келе беріңіздер. Намаз оқып жатқанда түрлі ойлар келеді. Не істесем болады? Бәріміздің ой келеді, бәріміздің ой бұзылады. Оған дұғасын оқып қоясыз. Ағулу биллахи минаш шайтанир раджим дейсіз де, ары қарай намазыңызды оқи бересіз. Дәрет алып болған соң, кіші дәрет қалдығы тамып кетсе, қайтадан дәрет алу керек пе? Иә. Сол үшін дәретті асықпай алу керек. Намазды тез оқығанда бір әріп қате болып қалса, мысалы, әріпті жаңа айын дегенді қалай шығару керек деп отыр ғой. Мысалы, сол айын деген әріпті дұрыс шығармаса, намаз қабыл болады. Ал енді дәрет алған кезде, мына қолыңыздың мына жері жуылмай қалса, мысалы, онда дәрет өтпей қалды. Даже бір жері қалса да, сондықтан дәретті асықпай аласыз. Ал енді дәрет алғаннан кейін адамның, әсіресе ер адамдарда жиі кездеседі, әйел адамдарда инфекция немесе басқа да ауруларға жолыққан кезде, цистит тағы басқа да аурулар болған кезде ғана әйел адамның дәрет ұстамайтын болады. Немесе өзіне ие бола алмай денесінен шығып кететін болады. Тап сол кезде әйел адамның еркектің де дәреті бұзылады, егер постоянно тамшылай беретін адам болмаса. Енді постоянно тамшылай беріп, қан, ірің, сары су, дәрет адамнан шыға беретін болса, онда без остановочный, яғни аз-аздан капать етіп тұрады, немесе сылдырап ағады, әйтеуір бір тамшылайды деген сияқты. Сондай болатын болса, бұндай адамды үзір адамы деп айтады. Шариғат бойынша бұндай адам 5 мезгіл намазға 5 рет дәрет алады да, намаз оқи береді. Намаздың үстінде в процессе, или дәрет алып жатқанда уже қайтадан ақса, қайтадан дәрет алмайды. Сол дәрет бір намазға жарайтын болады. Бұны үзір иесі дейді. Истиғфар салауатларды қирағат салып айтып жүрсе бола ма? Жоқ, керек емес. Қырағатқа салғаннан кейін сен уже дауыстап айтуың керек болады. Мысалы, әстағфируллах деп айтуың керек болады. А уже айтқаннан кейін елдің бар, вау деп айтады да, сен өзіңді бүйтіп уже құтырып кетесің. Сондықтан болмасын, зікір, Алланы еске алу, бар таспих, барлығын іштен айтсын дейді. Неге? Чтобы пантовать етпес үшін. Біз кішкене пантовать еткен жақсы көретін халықпыз. Сондықтан қазақ беспонтовый қазақ дейді. Сондай болмашы кішкене бүйтіп төмен айтқан жақсы болады. Ешкім естімесін, тәспіні көрмесін. Сондықтан бұны қарау керек. Ұстаз, кішкентай бір жас сәбидің басында екі орайы бар. Нені білдіреді? Туыстар екі әйел алады деп айтады. Талбастай береді. Сол үшін біреу айтты ғой баяғыда, мен екі орайым бар депті, екі айшығым. Не болды десе, екі қатын аламын депті. Біріншісі сол үшін, как попала біреудің қызын ала салайын, потом ажырасам ғой бәрібір, екіншісімен нормально, ол надандық болады. Сөйтіп айтқанның сөзі де надандық, үйткенде не сөз? Олай айтуға болмайды. Алейкум салам, Қарақалпақстан дейді. Менің түнде ұйықтап жатып сөйлейді балам. Ол не дейін дейді. Аузу калиматиллахи тааммати куллиха мин шарри ма халақ. Осы сияқты мұсылман қорған деген кітаптарда келетін көп дұғаларды оқып басын сипап қойыңыз. Енді білмесеңіз аятыл курсыны немесе Фатиха сүресін 3 рет оқып басын сипап қойсаңыз жақсы болады. Күйеуге шықтым дейді. Ажырасам ба деп жүрмін дейді. Истихара оқыған дұрыс па дейді. Сол истихара оқып ажырасқанша, лучше истихара оқымай ажыраспай қойшы жаным. Ажыраспа. Истихара вообще саған не поможет. Ажыраспа жаным. Не үшін ажырас?
Аида, қарындасым, сені ұрып атқан жоқ па, көзіңді ағызып атқан жоқ па, тағы не? Олай істемес, ажыраспа бота. Ажырасқаннан, мына жерде бар ажырасқандар, өкініп жүр қазір, қап деп, бекер ажырасын деп. Өз шығамай жүргендер көп, сен ажырасам дейсің жаным. Намазым бұзылды, иманымды қалай көтеремін, намаздан ләззат ала алмаймын дейді. Намаздан ләззат алғанда оқимын деген бұл қателік болады. Намазды оқи бересің, желанияң бар ма, желанияң жоқ па, ләззатың бар ма, кайфың бар ма, кайфың жоқ па, оқи бересің. Оқи бересің, ол Алланың әмірі. Вот енді қалай намазды оқып жүрмін, тастаған жоқпын. Енді қалай ләззат алам десең, сол ләззаттың жолын көрсетіп берейін. А сен намаз тастай салып, бірінші ләззат істесең, ол дұрыс емес. Умра жолдаманы қайтаруға өтініш айттым. Қазір бір адамдар келіп тұр, солармен сөйлесіп көремін деді. Бір жақсы ұстаз, жүрекке иман толтыру үшін емне қылу керек дейді. Қырғызстанда болсаң, алымдарға барыш керек, даватқа шығышын керек, Қырғызстанда болсаң. Қырғызстанда дағы емне бар. Қырғызстанда медреселерге оқыш керек, илимге төлеш керек. Андан кейін жақсы адамдармен маектешіш керек. Сен маегіңде ким жүреді, ошоға қараш керек. Bizim маектешкенде біз еміне күнөкөлөрмен маектешсек, ошо күнөөбүз көбөйөт. Чоң байларменен сүйлөшсөң, ошо байлыкка деген махаббатың күчөйөт. А эми сен киммен жүрөсүң, ошоға қараш керек. Бір қызды қатты жақсы көремін, қандай дұға бар дейді. Сыртынан жақсы көріп жүре бер жаным. Сыртынан жақсы көріп жүре бер. Ауыз ашарда хатым Құран оқуға бола ма дейді. Ауыз ашарда дейсің ба? Ауыз ашарда елдің бәрі тамақ ішетін кезде ауыз ашарда ұзыннан ұзақ құрақ оқып, ұзыннан ұзақ батырдың қажет бір теңге керек емес. Елдің бәрі ауыз ашып, өзі тамаққа әрең жеттік пе, жетпедік пе деп отқанда, тоқтай тұрыңдар Құран оқимын деп уақытты кіргізіп алып, жарты сағат елдің бәрін ұстап, бұл керек емес нәрсе. Жалпы оразада ауыз ашатын кезде кейбіреулер бүйтіп тұратындар бар. Ұзақтан ұзақ ауыз ашар кезінде өзінің положенный дұғасын ғана оқыңыздар. Содан кейін қысқа ғана дұғаны айтуға үйрену керек. Қысқа дұға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйреткен ұлы дұғалар өте көп. Алланың ризалығы, ауыз ашардың өзінің родной дұғасы бар ғой. Аллахумма лака сумту ва бика таваккалту ала ризқика афтарту. Соны оқыңыз. Одан қалса қазақша айтыңыз. Енді ең жақсы қысқа дұғаны 4 ауыз сөзді үйретілген біз. Сол 4 ауыз сөзге айтылуға тілді үйреткен дұрыс. Ол дұға қандай дұға? Рабби ардыни варда анни. Рабби ардыни варда анни деген дұғаны айтыңыз. Яғни, я Раббым Алла, мен сенен ризамын, сен маған риза бол деген әңгіме. Немесе Хазрет Умар радиаллаху анхудың радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам мен набиян. Осыларды айтыңыз. Болмаса өз тіліңізде я Алла деп біз қысқа ғана маған разы бол, мен сенен ризамын. Я Алла маған бергеніңе, қатамыз қазақ шүкір деп айтқан, сол шүкір сол ризалықты білдіреді. Ей Құдайға шүкір. Бала шағам аман болсын, елім аман болсын, қысқа қайырыңыздар. Отырып хатым Құранды оқитын болсаң, өзің ешкім жоқ кезде өзің оқи бер. Елдің бәріне хатым Құранның не керегі бар? Отырғызып қойып 20 минуттен 40 минуттен оқудың елге не керегі бар? Ел тамағын жеп, батағы бауымен Аллаху акбар тамағын жеп кету керек. Оны отырғызып қойып тұр, бәрін миын шертудің қажеті жоқ. Ел асығып отқан заман, күйіп отқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздың өзін тез оқуға шақырған жамағатпен. Неге? Өйткені күн суық, біреудің дәрет ұстайды, біреудің дәрет ұстамайды, біреудің жұмысы бар, біреудің баласы бар, біреу сұранып келді, біреу бір нәрсесі бар, біреу ойы басқа жақта. Сондықтан елді қинамауға тырысу керек. Имам егер дейді, күйеу саған суып кеттім деп, әке шешесінің үйіне жатып алса, ажырасудан басқа амал бар ма дейді. Бар. Неге амал жоқ? Күресу керек. Неге суып кетті? Сиқырлаған шығар біреу дуалаған шығар. Мүмкін сен үстіңе дұрыс қарамайтын шығарсың. Мүмкін тіліңде азарлық бар шығар. Мүмкін оның көзіне бір нәрсе елестеп жүрген. Неге күреспейсің? Ол бір денсаулықтан да, денсаулыққа мысалы сен доктор ауырып қалса, аурусың десе жата бермейсің, емделесің, тырысасың, басқа дәріге барасың. Сол сияқты амалын көріңіз жаным. Бір жылдан асты, досым комада жатыр. Әлі есін жия алмай жатыр. Жиі түсіме кіреді, оянып кеткелі, дұға қылыңыз. Алла оған жеңілдік берсін. Комада жатқан адамдардың білесіздер ме, күнәлері кешірілетін?
Комада 3 күнден артық жатса, адамның күнәлары кешіріледі. Комада ұзақ жатса, оның намаздарын бәрі қазалары өткерілген болып есептелінеді. Сол жатқан кездегі намаздар қазаға түспейді. Фихтың сондай үкімі бар. Одан кейін бар, бұл Алланың бір біз үшін ауыр болғанымен, ол адамға күнәдан тазару болуы да ықтимал. Сондықтан Алла жеңілдік берсін десе де. Қысқа дұғаны қайталайын бе жаңа? Рабби ардыни варда анни. Рабби ардыни варда анни. Ұлым 36-ға келіп қалды. Үйлен алмай жүр. Мінезі жақсы, жұмысын істейді. Қазір үйлен алмай жүр. Мінезі жақсы, жұмыс істейді. Қыздар тұрмысқа шыққысы келмейді екен қазір дейді. Керек қызын таппай айтқанда. Біреудің семьясына араласып, шағыстыратындарға не дейсіз дейді. Мысалы, сенің үйің былығып, сасып жатса. Енді онда емес шығасың, вообще айтайын. Біреу келеді, мен келейін, қайнатан келсін, қайнаған келсін, қайнапаларың келсін. Келеді де айтады, мынау не үйің сасып жатқаны. Жумайсың ба, тазаламайсың ба, ерте тұрмайсың ба десе, мен өзім білем деп қырғын шығарсаң, кімдікі дұрыс болады? Әлбетте, соны үндеме керек па саған, сөйлеме керек па? Жоқ, мені қайрап кетті, мені бүйтіп кетті. Сен талпындырып жатыр. Әр сені айтқан араласқаннан жақсы мағына шығарыңыздар. Рабби ардыни варда анни. Дұрыс әні жазды. Сондықтан айналайын, біреу саған ақыл айтса, бір күн келеді, бір ауыз сөз айтса екен деп армандайтын күн келеді жаным. Сол біреу айтып жатыр саған. Рахмет деп түзел. Мені семьямды бүйтіп кетті, менің күйеуіме енді бірақ бұл жерде бір мәселе, бір нәзік жер. Қателікті бетіне айту керек. Оның күйеуіне, оның әйеліміз, сен қатынға ие бол, қатынға бүйтіп айт десең, әлбетте еркектің намысына тиеді. Или наоборот. Сондықтан өзіне айтса, мына жерде ерте тұрған жақсы болады деп айтқан дұрыс болады. Мүмкін енді біздің апаларымыз, аталарымыз, аналарымыз кейде қаттырақ айтады. Одан да жақсы мәміле шығарыңыз. Әйелім жақсы көрем деп алдап дейді. Үй ал деп бөліске түсейін деп жүр дейді. Сен тек алданып қалдың дейді әйелге. Қазір алданып қалатын адам тегі. Білмеймін, көремізге бармаса, Руслан Өтепбайға басқа алданатын адам өз аздау болып қалды. Қазір біреуді алдау оңай, чем алданғанша. Анам, сенімен сөйлескім келмейді деп, кеше қарым қатынасты үзді, өкпеледі, 3 жыл бұрын қатып қалдым, кешірмеймін дейді. Өзім тұрмыстамын, не істеймін аға дейді. Каспиін ақша салып тұр, жағдайын жақсы сұрап тұр, гүл беріп тұр. Енді кішкене реніш болған шығар, өмір болғаннан әртүрлі нәрсе болады. Енді ол кетті деп сен кетпе. Сыйлық жібер, ағайындарың ашық, кешірім сұра, бірақ сол істеген нәрсенің барлығын күйеуіңменен жақсылап істе. Күйеуіңнің рұқсатымен істе,